Біздің Айс тележобасының бүгінгі санынан көретін ақындарыңыз Қостанай ауданының қыраны Медет Байзақов. Байзақов Медет Дәндібекұлы туған жері Жангелдин ауданы Еңбек ауылы. Алғаш рет айтыс сахнасына 9-шы сынып оқып жүргенінде қатысып 2-ші орынды иеленген. 2011 жылы өткен тәуелсіздіктің 20 жылдығына арналған облыстық айтыстан 1-ші орын иеленген. 2019 жылғы Қарасу ауданының 80 жылдық мерейтойында өткен облыстық айтыстан 1-ші орын және 2019 жылы Денисов ауданында өткен «Кіл мықтыда кім мықты» атты ақындар айтысында 2-ші орын олжалады. Және оның қарсыласы Жангелдин ауданының жүйрігі Зілиха Кенжеғозина. Кенжеғозина Зілиха Задыгерейқызы Қостанай облысы Жангелдин ауданы Жаркөл ауылында туған. Аймақтық облыстық айтыстарда туған жері Торғайдың намысын қорғап келеді. 2008 жылы Рудный қаласында өткен «Жырлаймын тәуелсіздігімізді» атты ақындар айтысының бас жүлдегері. 2010 жылы Қостанайда өткен «Ұлт көсемі Ахмет» атты Ахмет Байтұрсынұлына арналған ақындар мүшәйрасының 1-ші орын иегері. 2017 жылы Келі Торғай жерінде өткен «Жаны таза, ойы азат» атты ақындар айтысының 2-ші орын иегері. Біздің Айс тележобасының ережесі бойынша ақындар алдымен тақырыпты таңдауға тиісті. Олай болса, құрметті ақындар, екеулеріңіздің орталарыңыздан біреуің шығып, бүгінгі қаздар алқасының алдынан тақырыпты таңдаңыздар. Жері байдың елі бай тақырыбын айтысқа арқау өтпек. Ақындарымызға Алла ақ сөз салсын, абыройлы айтыс болсын. Ай, сәлем беру бір парыз, көрген елге өлең оты маздап тұр өргеудемде. Ассалаумағалейкум, сәлем бердім екірағының ар жағынан көрген елге. Облыс ақындарын басын қосып, бір сәлем бізге көңіл бөлгендерге. Қарағылды қақ жарған шешен тілді, бір сәлем қазылыққа енгендерге. Айтыс болама, айтыспаса, бір сәлем жеңілген мен жеңгендерге. Уағалейкем ассалам деп қояйын, алыстан маған сәлем бергендерге. Бір сәлем біздің айтыс жобасынан, біздің айтысты көруге келгендерге. Ай, бұл айтыс Қостанайдың төріндегі, ақындар бас қосыпты өңірдегі. Жері байдың елі бай деген тақырып екеумізге берілген тегін беді. Келендеше екеуміз айтысайық, еңбекқор шаруадай егіндегі. Мен сенің ағаң менен замандаспын, Зілиха біле білсең тегіңдегі. Айтыста бірде барсың, бірде жоқсың, бұл күнде өтіп жатқан еліңдегі. Дефицит қымбатағын сен боп тұрсың, алтынындай жеті қара кеніндегі. Бір кезеге айтыстың аққу өдің, Торғайдың Жаркөлдейтін көліндегі. Тартылып Жаркөл кетті, сен де кеттің, шертілмей әнмен күйің көңілдегі. Мен сені қара мұнай деп білемін, игерілмей жатқан Торғай жеріндегі. Ай, Зілиха болып кетпе жаңсақ ақын, байға тыйып басқаша жол салатын. Кезінде жадыралар айтысқанда өнеріне мәз болып ел қол соғатын. Қалқайыба тамаша ақын қыз деп талантына таң қалып тамсанатын. Күйеуге шыққаннан соң бәрін қойған, ақын ет тілдерінен бал таматын.
күйеуі қызғаныштан айтыстырмай өнерін тасқа көмген қаншама ақын. Қанатсыз бұлбұл қоқсап қалып жүрме, ұша алмай ұясында ән салатын. Ай, өзіңмен айтысқа бір шырай түсті, байқаймын шабытыңыз сірәй күшті. Салтанат бағилалар ортада жүр, қыздақын қып жаратқан құдай күшті. Әсия Беркенова апаң құсап әже болып қалғанша кім айтысты. Орманшина Әлфи апаң 35-те байға тиіп бастаған бұл айтысты. Армысың ағайын жұрт алқалаған, қыз едім елдің жүгін арқалаған. Шамалы ақын маған шыдамаушы ед, қарасам қыран көзбен қанталаған. Ағайын қол соғыңдар қыздарыңа, өздеріңнен күш алып арқаланам. Ел жұрты қошеметтеп отырса егер, жасқанып қарсыластан қорқам адам. Айтыстай ұл өнердің арқасында, өлеңмен тал бойыма қан тараған. Сіз біздесіп сыйласып айтысайық, жақсы адам бар әлемге ортақ адам. Қаншама қырық пышақ болсақ тағы, жүлдеге ие болар алтақ адам. Марғұлан таңдаймын деп тақырыпты, екі күн кеңсесінде отырыпты. Ер жігіттің жол әркез болу үшін, болғаны дұрыс мінген атымықты. Жер байлығы дұрыстап игерілсе, қазақты қазынаға батырыпты. Аңшылықта өзінше бір өнер ғой, бір оқпен құлатқан мақұлықты. Алтын адам қазақтың өз батыры, жеріне кірген жауды жапырыпты. Түрк елінің бесігі Қазақстан, тарихы бай болған соң заты мықты. Ұлы жібек жолының даңқы биік, саудасы жүрмегендер ақырыпты. Тәуелсіздік мәңгілік бітпейтін жыр, қазағым таңын тыныш атырыпты. Алма мен қызғалдақтың отанымыз, елемейтін желменен қапырықты. Майлиннің еңбектері сан зерттеліп, мектептерде үздіксіз оқылыпты. Нұржан ақын Нұрханның егізіндей, қарсыласқа арландай атылыпты. Жүзқұрыққа келіпті Қостанайым, жастарға беріп жатқан отымықты. Осыларды дұрыстап жырласын деп, ақындарды арнайы шақырыпты. Ал сөйле тоқтамастан қане тілім, жасқанба төлетсе де төре құнын. Әсия мен Қонысбайдың жолын қусам, мен емес ұсақ сөзді теретұғын. Армысың медеттейтін маңғаз ақын, кеудесін аяқ қаптай керетұғын. Кір десе басқа дінге кіре салып,
ібіліс өл десе егер өлетұғын. Айқаста сыр алдырмас сырттан едім, жырғылмас жыртылғанын көгетінің. Сен сияқты әулие емеспін ғой, шайтанның айтқанына еретұғын. Халықтың баласыма деп жүрушем, кісінің жақсы жағын көретұғын. Дәл бүгін сахнада жолықтырдым, әулие әмбиенің медет ұлына. Қалмасын ұлтым деген азайыбын, кеудемнен шыға берсін ғажайыбын. 7 жыл дем алған соң қайта айтысып, көрермен болдым сенің көз айымың. Жарыққа шықсаншы деп дікеңдейсің, секілді құдды менің қожайыным. Өздініңнен безібен 4-5 жылдай, сөйлейсің жоқ адамдай тазайыбың. Несіне айыптайды мынау мені, әуелі жумай жатып өз айыбын ай. Отырмын Қостанайды бесік көріп, тірлікте жүрген жанның несіп теріп. Қаңғы бас адам дейді сен ақындар, ай сайын жүре берер көшіп қонып. Жер байлығын іздеген жаһангердей, қаңғыру кеттім әлде машық болып. Жаңа қоныс сериалын көріп бедің, отырар уақыт бар ма қосып көріп. Сондағы сағаттіліктен айнымайсың, көрмеген кедеймін деп жасық болып. Ал енді адам құсап айтсайық, бір жерге тұрақтасан көшіп болып ай. Еркінсіп азаттықтың ақтаңында, еркін сөйлеп ағаңа жатқаның ба. Мен сенің түсінбедім өлеңіңді, бұл сенің тақпағың ба, шатпағың ба. Әр нәрсенің кеттің ғой басын шалып, білмеймін мақтадың ба, даттадың ба. Айтысқа шықпай кеттің деген едім, әлде сол сөзіменен жақпадым ба. Оу, абайлап айтсайын сені менен, маңайлап тұр екен ғой қақпаныңда. Ғалымгерей ағаңның меніменен айтысты айтқан жырларын жаттадың ба. Сүрінбес тұяқ жаңылмас жақ болмайды, келмейді өз-өзімді ақтағымда. Мұхаммед пайғамбардың үмметімін, Алланы ұлықтадым, мақтадым да. Шайтан деп діннен бездіріп жібердің ғой, қарағым басқа теңеу таппадың ба? Ай, мен айтсам байлық қонған елімді айтам, балығы тайдай тулаған көлімді айтам. Табиғи тау болмаса да жерімдегі, төмпешік болып өскен кенімді айтам. Әулие әмбиені не қыласың, нар шөгі бар бақ қонған жерімді айтам. Ай, жер бар ма қазақтың кең даласындай, ел бар ма Қостанайдың қаласындай. Ойша мен облысымды аралайын, Зылиха меніменен барасың бай. Көзіңе бар байлықты көрсетейін, сөзімен нанбайсың ма нанасың бай.
Зылиха, ең болмаса күліп отырсыз. Ай, бәсе қабағыңыз жаңашылдай. Бастайын темір кені Рудныйдан, қазақша Сарбай десем жарасымдай. Бұл күнді ашық өндіріліп жатыр екен, қаншама ел уланып жағасындай. Қашар менен Лисаков қаласында темірген орындары бар осындай. Шеп құрған шекарада жеті қара, алтын мен азбес қасқан даласы бай. Әр тасынан алтын шығып жатсадағы тұрады дей алмаймын қаласы бай. Бақситтің отаны ғой алар арқалығым, еңсесі түскен елдің бағашылғай. Одан бері келейін әуле көлге, көмірге құс мұрынның саласы бай. Жері бай Қостанайдың мінесіндай, аралап бардың бәрін арасынай. Егіні кенедет оның байлардығы, бұл күнде мұршамыз жоқ таласуғай. Байдың асын қызғанар мен емеспін, бүгінгі шығай байлар зар осындай. Жеріміз бай болғанмен елім кедей, зар болып отқан ел бар Қарасуғай. Ал байлар ішсе жесе тойса болды, шаруасы жоқ елдің бала шағасындай. Кеншісі көп қоғамда өмір сүріп жатыр, еншісі жоқ тоқалдың баласындай. Ай, жырладым тақырыбым жер болғасын, ел байлығын намысты ер қорғасын. Жер байлығын анықтап шекараңды, 100 жыл бұрын беріктеп анықтап берді алашым. Сол үшін қаншама адам сотталып еді, құлағы керең көздерін жұмбағасын, керең болып көздерін жұмбағасын. Қанша байлық шетелге кетсе дағы амалсыз айқайлайсың, жынданасың. Тоқайып пен тоқшылық заман болып гүлденіп өркендесін енді алашым. Әр қазақ еңбектеніп кәсіп қылсын, сөзін айтам елбасының тыңдағасын. Ал сенің тіл байлығың өз алдыңа, өнеріңе бере жатар ел бағасын. Гүлден сауыл гүлденеміз бәріміз деп, ауылдың қимай жүрсін кең даласын. Нұр Отанның ұсынысына харекет қып, сиырды кәсіп қылған сен ғанасың. Сайыста жеңілмейтін сақаң едім, жасымнан сөзге шешен батал едім. Жүрегім жалын жырға тұнбас егер, үйімде тыныш қана жатар едім. Әсиядай апамның жолын қуып, қарсы келген ақынды отап едім. Қабақпенен басқарып сахнада, талайдың қол аяғын матап едім. Әсия апа 10 жыл бұрын есіңде ме? Өзіңнен алғыспенен батап едім. Ақаңның айтысына қатысқанда, мықты деп мен айрықша атап едің. Сыртыңыздан ерекше сүйсінушем, сондықтан сізге қарай тақап едім. Көзімнің қарасындай сыйлап жүрген, өзімнің жақсы көрген апам едің ай. Болды ма екі сиыр қасіретің, сезімге берілмесей әсіретім.
қарынын тойдырам деп ұл қызының, қазағым малды баптап өсіретін, сиырдан пайда көп қой ел білетін, сүтін ішіп жейсін ғой асып етін. Ауылдан қашып көбі қалаға кеп, жеп жүр ғой доңыздың да сасық етін. Ай, құшақты көрерменге аштық келіп, болса екен арадағы достық берік. Сатасын қолға түскен заттың бәрін, жұмыссыз жүрген жандай аштық көріп, ауылға кеп мал бағып егін ексей, аштықтан жүрсең егер рас бүктеліп. Сен бірақ өлмейсің ғой дүкенің бар, бойыңнан байқалғанмен жастық желік. Алып сатар адамсың сауда құмар, аяқ асты кететін бастық болып. Отаныңды сатпасаң болды әйтеуір, анаңдай әлпештеген ақ сүт беріп. Ай, жырғылдың қозғадың сиыр менен қора жырын, арналмай көпшілікке дара жырың. Әр нәрсенің басын бір шалып отыр, ылғида кер сөйлер сабазылың. Әйтеуір ажырата білсең болды ислам мен Будданың ара жігін. Елден көрі коммерция жақын саған, сол жерден тапқаннан соң нан азығын. Жұмыс қалған сатушысы кетіп қалып, қаза болып жүрген ай намазының. Бұл медет сиыр бағып жүрген кезде, Құдай ау күн күзетеді магазинін. Ай, Ай, саудагер өнерімді көресің бе? Саудама біраз көңіл бөлесің бе? Мен саған бір ұсыныс тастайыншы, жылыға сөзім айтқанын сенесің бе? Рас сатушым жоқ, кетіп қалған. Ол үшін көз жасыңды төгесің бе? Сауда жасау келеді әркім қолынан да, саудагер сатушы болып сен маған келесің бе? Ай, Құдай ау, мына маған не демедің? Апырай, кімге мені теңемедің? Молда дедің, әулие бақсы дедің. Молда болсам дінге көңіл бөлер едім. Айтыс болған жерге емес, қайтыс болған марқұмдардың асына келер едім. Сауда жасау сүннеті пайғамбардың, кәсібім бола алмайды ол неге менің? Ал енді бастық болу қалса маған, Құдай жазса оны да көрер едім. Ел қорлықты көріп ол, ал егер Құдай қалап бастық болсам, аянбай ел үшін тер төгер едім. Ел қорлықты көріп отқан бүгін қапат, жемқорлықты алдымен жеңер едім. Жерімнен шығып жатқан әр байлықты, әр қазаққа несібең деп берер едім. Өрге керек, өзімшіл мен емеспін, өр мінезді ұрпағымын, өрел елдің. Ай, ай, дүние қарап тұрсаң шолақ екен, адам 5 күн жалғанға қонақ екен. Кеше бір жаңалықты көзім шалды, байқасам көңіліміз толады екен. Қарасам президенттің жарлығымен Қостанай тұғырына қонады екен. Астықтың астанасы болған жерде нан бағасы 5-10 теңге жобады екен. Жеріңнен шығып жатқан әр шикізат шетелге кетпей сенде қалады екен.
әр ауданда салынып бір завод, жұмыс боп қара халық барады екен. Несібең деп жерден шыққан байлығыңды несиеңді түгелмен жабады екен. Көп балалы аналардың қамын ойлап көп қабатты тегін үйлері салады екен. Өмірің міне осылай өзгерсегер көңілім құлазымас алап өтем. Ойландырған осы бір мәселелер айналдырған 2 жылда болады екен. Бұл не деген батпан құйрық деп тұрғанда оянып кеттім шіркін солақ екен. Құдайым түсімдегін өңімде бер, ағайын осы күнге тоба десен. Құдайым тілегімді қабыл алса, Құдай ас беріп бәріңді қонақ етем. Ай Зылиха, ерегеспе. Құшағың ағаңа жайған құшағың кең емес пе? Әси апам батасын алғаннан соң сапайықты сақтаған жөн емес пе? Өсек тасып айтатын бұл жер емес, киелі бұл сақына төр емес пе? Әзілге де кетейін ат басын бұрып, жырымыз аққан таудан сел емес пе? Зылиха, сымбатыңа қарап тұрсам, Құдай-ау түсіп жатыр нелер еске. Басыңдағы сәукелеге қарағанда, шаншардың тарландары келеді еске. Саудамды жырлап келіпсің, қарт торғайдан, Зылиха іздегенің мен емес пе? Ақбозат иын қайда деп зарғып жүрген шаншардағы қыз жібек сен емес пе? Айтыстың жиналғанда көп тұлғасы, қалжыңға кеп тірелді аттың басы. Мен дағы ақ жаулықты ана едім, баққаным ошақ қасы оттың басы. Мен де саған бір теңеу айтайыншы, өзің біл жақтыр мейлі жақтырмашы. Мен болсам егер шаншардың қыз жібегі, сен боласың туканың ақ тырнасы. Болмайды тарихсыз ұлт, әнсіз халық. Өмірде кездессе де сансыз бағыт. Алла бізге Құранды нәсіп еткен, ұлттық рух қалмасын деп жансызданып. Мешіт салып сауапты іс жасап ең, оның да шығыпты ғой заңсыз болып. Тойды да заңсыз жолмен басқарасың, жүресің қалай ғана қамсыз болып. Екі жеп биге шығам деп жүргенде, түбінде жылап жүрме нансыз қалып. Арналсын ел көлеңім өрнектеген, құлашты кеңге әркез сермеп келем. Егін егіп мал бақсақ аш болмаймыз, байлық деген келмейме еңбекпенен. Бірлікпенен тірліктің арқасында, түркелінің төрінде төрлеп келем. Байлықпенен беделдің арқасында, қазақтың келешегі кергетпеген. Алтын, күміс, мыста бар біздің жерде, қазақты кеннен Құдай кемдетпеген. Таза ауа, ауыз суымен көкорай бел, малды да егінді де шөлдетпеген. Жер бетін жет айналып шықсақ дағы, қазақтың даласына жер жетпеген. Жалғайық бабалардың көшін аман,
жөн болар қиындықтан жасымаған. Астығымның мекені Қостанайым, бар қазақтың баласын асыраған. Су ішкен құдығына түкірмейді, өзінің отанына ғашық адам. Тәңір берген несіптен қағылады, еліне пайдасы жоқ масыл адам. Ертеңің жарқын болып жерлестерім, болса екен бауырың бүтін басың аман. Бір тудың астына кеп жиналса екен, қандастарым тарыдай шашыраған ай. Мақалсыз сөздің дәмі татымаған, жөн болар әр сөзіңді бақылаған. Ағам ғой деп құрметтеп отырған мен, керек кезде тісімді батыр алам. Даусыңды беріп Қосановқа, деп ойлап сенгеннен соң батыл адам. Тоқайыпқа өз жолын беріп бірақ, біраз кір жағып алды атын ағам. Дүкеніңде жатып ап жылапсың ғой, осылай төмендей ме ақын адам? Эмоцияға беріліп жүргеніңді біз түгілі көрді ғой соқыр адам. Өз жұртын жалған жылап алдап жүрген әймедет әртісің ғой оқымаған ай. Ай, байқаймын дәмең барау атпай кеден. Айтысқа сен де келдің жатпай бірден. Сен мен әбден қалдырмай зерттепсің ғой. Құдды бір байлығыңдай таппай жүрген. Өзіңдей ақын қыздар бізде де бар. Бойға біткен өнерін бақтай көрген. Мысалға Балмашыва Бағила апаң менен айтысқанда кезім жоқ қақпай көрген. Қайнысы боп айтыссам ел алдында мәртебемді көтеріп мақтай білген. Ал енді салтанатпен айтысқанда жүлдеге тұлпарымды баптай білген. Өнерде де өмірде ақын досым, досының сырын ашпай сақтай білген. Ал әсем қыз құрдасым, сырласымда өнегелі жыры бар жаттай білген. Ей, осылардың ішінде сен ғанасың, ысылдап қызыл тілін тартпай жүрген. Батырлан тобаны да жер қылыпсың, сен өзін ақын екенсің шаппай жүрген. Ел даусына қаратқан еркектермен ұрысып екел аузын жаппай жүрген. Ай, болар еді өлеңінен түгілмесем, құлағыма ілмей көңіліме алмайын бірінде мен. Ағайын не боп барат біздің айтыс, күле алмай отырғаным күлем десем. Марғұлан қолыңа микрофон ап, ендігі ақындарыңды түгендесең, ақтырменен аққуменен ақтырма болып кеттік, құстарды енді ұшырып жібермесең. Қостанайым құттарыған құт мекен, қаншама алып құрсағыңнан шықты екен. Жырларыммен елдің рухын көтеріп, өлеңіммен еңселерін тіктетем. Тәуелсіз біз бағынбаймыз ешкімге, биіктерге көтерілдім өстім де, құбылаға бұрғаннан соң бет танық, тек Құдайға тәуелдіміз 5 күнде. Бедет досым қоштасайық осымен,
Бұл өмірде замандасым досымен, өкпелеме тисем біраз жүйкеңе, кешек өткен ақындардың көшімен. Алағайын сау болыңдар сендерде, өрден дылғый көрініңдер төрден де. Дәл осылай айқар ашып құшақты қарсы алыңдар біз айтысқа келгенде. Қостанайым күн нұрына бөленген, арыспенен берекеге кенелген, осы өскелең сенің ғажап бейнемнен, ұрпағымның болашағын көрем мен. Аман болса қош аман бол ағайын, Алла салса алдың әлі келем мен. Ай, осымен айтысымыз тәмам болсын, біздерге де жасайтын қадам болсын. Біздің айтыс жобасы мың бір жасап, хабар арнасынан көретін заман болсын. Зылиха, қолыңды жай бата берім, үйіңде топырлаған балаң болсын. Жаға болып жүретін қай кезде де қасыңда қалымгерей ағаң болсын. Нар шөгіп аруақ қонған киелі өлке, тарт торғайдың даласы панаң болсын. Дұғай сәлем жерлестерге, дұғай сәлем айта бар жерлестерге, еліміз аман жұртымыз, еліміз тыныш жұртымыз аман болсын. Құрметті айтыстер ағайын, мінекей алдарыңызда Адуынды қос ақынның тамаша айтысына куәгер болдық. Ал енді осы бір ақындарымыздың делебесін қоздырып алдарыңызда сөз бәйгесіне қатар шапқан ақындарымызды бір қошеметке бөліп қойыңыздар. Ал енді қазылар алқасы әділ бағаларыңызды, шешімдеріңізді айтпас бұрын бірінші пікірлеріңізді естейік. Медет пен Зылиханың айтысынан мен өзім қыз бен жігіттің әзілге толы жеңіл айтысы бола ма деген үмітім бар еді, бірақ Медет бастап үлкен келелі мәселелер сөз болды. Медет бұл айтысқа кәдімгідей әлеуметтік сипат тартты, мынау тақырыпты аша білді. Зылихада атақты Әсия Беркенова апамыздың батасын бекер алмапты. 7 жыл бойы осы сахнаға шықпай, жаңаға отбасылық жағдайымен осы айтыс өнерінен қол үзіп кетсе де, әлі бабында екен. Медетке лайықты қарсылас бола білді. Ұтымды жауап тауып, кейбір жерлерде кәдімгідей Медетті батыра сөз сөйлеп отырды. Екеуі де тамаша, үзеңгі теңестіре келді деп ойдамын. Құмар аға, сізге айтыс ұнады ма? Өте ұнады. Бірақ бұл жерде қиналып отырмын. Баяғыда Жамбыл Жабаев атамыз Сталинге тең таппай қиналған Жамбыл жоресі деген сөзі бар еді. Мен соға қиналып отырмын. Өйткені себебі екеуі де мынау тақырыпты ашты. Ал енді мынау өте жақсы кәдімгі айтыстың керемет әзілін де шығарды. Бірін-бірі мақтады да. Барлығы енді бірін-бірі толықтырып тұр. Сондықтан да мен енді қиналып тұрмын. Әттең мынау айтыстың шарты екеудің біреу кету керек. Дәл солай. Білдіңіз бе? Мәселе сонда болып тұр ғой. Әйтпесе маған қазір баға берсе екеуін де шығарып жіберер едім жоғарыға. Бірақ оғандай шарт жоқ. Сондықтан енді сәл-пәл күте тұрайық енді. Күтейік. Түйінді сөзді Әсия апамыз шығарсын. Әдем айтыс болған, тамаша сыйлас айтыс болғанын айтып шықты ғой. Екеуі де жақсы айтысты. Дегенмен де жаңағы күрес емес, жауырыны жерге анық дейді дейтін, бірақ сөз саптау кезінде, қолма-қол жауаптасу кезінде, сосын жаңағы Жерібайдың Елібай тақырыбын ашу кезінде біз Медетке 2-де 1 деп ойлап едік, 3-еуміз де сол дауыс беріп отырмыз. Сондықтан жолдама Медетке, сертификат Зылихаға. Бәрекелді, ендеше екі ағамыз ортаға шығып
сертификат пен жолдаманы табыстап жіберсін. Біздің айтыс теле жобасының бүгінгі санында 20 000 теңгенің сертификатына ие болған Зілиха Кенжеғозина қошеметтеп қойыңыздар. Қадірлі ағайын, айтыстың келесі айналымына жолдаманы алған Медет Байзақов қошеметтеріңізді. Қаттырақ сап қойыңыздар. Қадірлі телекөрермендер, көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Мінекей біздің айтыстың бүгінгі саны осымен тәмам. Амандықта жүздесейік. Қостанай арнасы қосулы болсын. Ақынды ақын демейді қазақ, айтқан сөзін